Сәлем достар, бүгін сіздерге Американың жұқпалы ауру деген фильмін таныстырамын. Бұл фильмда ең қорқынышты екі жері бар. Вирустан адамдар тез арада жанынан айырылу және вирустан шыққан дүрбелең. Сіз көріп болған соң сөзсіз терең әсер қалатынына сенем. Бұл фильм вирус басталғанның екінші күнінен басталады. Сол кезде Лондон мен Токио қаласында біраз адамдардан бас айлану мен құсу байқалып, ауырғанына көп болмай қайтыс болады. Бас кейіпкер Би Земхофтың әйелі бір халықаралық құрылыс серіктестіктің басшысы. Сол күні ол жаңа ғана шетелден қайтып келгенде денсаулығы нашарлай бастаған, бірақ ешкім қатты көңіл бөлмеген. Вирус басталғанның 4-ші күні Би Земхофтың әйелі таңғы ас жасап жатқанда ауру ұстап жығылады. Ауруханаға апара салысымен өлгенін жариялайды. Би Земхоф шындықты қабылдауға үлгертпей, тіпті де қайғылы сартынан туылды. Үйге жүгіріп барса, баласы да қайтыс болған. 5-ші күніне барғанда дүние жүзіндегі әр елде қайтыс болған саны барған сайын көбеюде. Американың денсаулық сақтау мекемесі де жұқпалы ауру тарай басталғанын байқайды. Бас кейіпкердің жанынан вирустан өлген 2 адам шыққан соң вирусты жұқтыру мүмкін деп, оны оңайша бақылауға алады. Би Земхофтың қызы да жетіп келген, бірақ екеуі бас қосуға болмайды. Сонымен бірге мамандар вирусты зерттей бастайды. Бұл бір түрлі шет жаңа вирус, әлі де өзгеру үстінде. Өлім мөлшері шамамен 20%. Қазір бүкіл дүние жүзінде 80 мыңнан астам науқастар бар. Мөлшермен тез арада 260 мыңға дейін барады. Алайда қазірге дейін мамандар вакцинаны зерттеуге ешқандай бас аяқ жоқ. Олар медиаларға түсіндіріп былай дейді: вакцина жасамақ болса, сөзсіз вирусты жетілдіру керек. Сосын вирусқа зерттеу жұмыстарын жалғастырады. Бірақ қазірге дейін мұндай вирус кездескен әрбір клиентқаны өлтіріп жіберді. Жетілдіру өте қиынға соқты. 12-ші күні әрең дегенде бір жақсы хабар келді. Бір қарт ғалым өз тәжірибе қанасында вирусты сәтті жетілдіріп шықты. Алдында жоғарғы басшылар қауіпсіздік үшін 4-ші дәрежелі зерттеуханада зерттеу жүргізуге рұқсат етілген. Ал қарт ғалымдардың тәжірибе қанасы 3-ші дәрежелі тәжірибе қана. Бірақ ол табысқа жеткен екенін көріп, оның өткен кеткендерін қозастырмады. Бірақ вирус жетілдіру іс жүзінде жұқпалы ауру жағдайдың жеңуінің бірінші қадамы ғана. Енді вакцина жасау, адамдарға тәжірибе қылып, вакцинаны тарату. Әрбір басқышқа бірнеше ай уақыт кетеді. Осы күнге дейін халықарада жұқтырған адам саны 8 миллионға жетті. Сол күні Би Земхофтың тексеру нәтижесі шыққан. Сол кезде оғанда жұғымдалған, бірақ ол өзін-өзі сауықтырып алды. Қазір ол иммунитеттік адам. Бұл вирус енді оған жұқпайды. Ол дәрігерлерге: мен иммунитеттік адам болсам, неге мені алып қалып, вирусты зерттеу жұмыстарын жүргізбейсіңдер дейді. Шипагер былай дейді: сені зерттегенде жөн ғана қанның сарысуын алып жығылады. Бірақ қандардың сарысуын жасау өте ұзақ және оны өндіру өте қымбат. Қысқа уақыт ішінде дүние жүзі бойынша жалпыластыру мүмкін емес. Қазір бірден бір әдіс ең тез арада вакцина жасау. Сосын бас кейіпкер жалғыз ауашалаудың қажеті жоқ болып, өз қызымен үйіне қайтып кетті. Ауру тарағанның 14-ші күні президент те қорқып, жер асты қауіпсіз жерге жөткелді. Көптеген сестралар артатынан жұмыстарын тастап кетіп қалды. Мәнсаптылар мен әскерлер қаланы қоршауға алды. Ал мәнсаптылардың отбасындағыларға келсек, әрине олар ертеден хабарды біліп, түндетіп қаладан шығып кетті. Ар намысы жоқ торап тілшісі тікелей эфирде өзінің де вирусты жұқтырып алғанын айтып, бір форсития деген дәріні ішкеннен кейін өзіне өнімді болғанын жариялайды. Іс жүзінде ода ешқандай ауру жоқ еді. Тек қаржы қосу саудагерлерімен астасып, дәріні көбірек сатып пайда алу еді. Алайда адамдар бұл қиын жағдайда дәрт таба алмай бәрі оның сөзіне сенеді. Келесі күні таңертең адамдар асығыс-үсігіс дәріні алып, таласа-тармаса, тіпті дәріханаларды шағып тартып алды. Жағдайлар өте қорқынышты. Би Земхоф пен қыз екеуі осы маңайда кетіп бара жатқан. Әсілінде олар бір қорап дәрі сатып алмақшы еді. Бірақ ерең базар қалаймақан, кейбір дүкендерге өрт кеткен. Бұл жағдайды көріп, екеуі дереу артына қайтты. Сол түні кеште бір мәнсапты адам жаман тілшіге:
интернеттен өтірік хабар тарқатпа деп айтқанда, тілші оған көп шындықты жасырмауын айтады. Мысалы, мансаптылар қалыптарға вирустың жұғу негізгі саны 2 екенін ұқтырмаған. Көрсеткіш саны 2 адам болса, бір адамнан жұқтырылғаннан кейін 2 адамға жұғады. Сосын 2 адамнан 4 адамға, 4 адамнан 16 адамға, ал 16 адамнан 256 адамға, 256 адамнан 65.000 адамға жұқтырады. Мұнда тілші дұрыс айтты. Халыққа көп шындықты айтпаған үшін. Басеке бұған сөз қайтарамай ауыз жауылды. Қазір вирус бастағанына 22 күні болды. Ғалымдар үш нәрсе зерттеп шыға алмады. Осы кезде вирустың денесі де өзгеруде. Оның өлу мөлшері 25%-тан 35%-қа дейін көтерілді. Жұғу саны 4-ке шыққан. Мамандар алдын ала межелеген. Алдағы бүкіл жер шарында әр 12 адамнан 1 адамға жұғымдалады. Осы күннен бастап әлеуметтік орындарда бірде-бір адам жоқ. Көшелерде қоқыр-қоқсық жиналып қалған. Ең қызығы, халық жаман тілшіні пайғамбар деп тамғалып қойған. Ауру бастағанның 26 күні үкімет халықтарға тамақ таратуды бастайды. Бірақ адамдарға жетерлік көп азық жоқ. Кейбір адамдар шыдамай, заталып болған адамдарды тонай бастайды. Машинаның ішіндегі азықтарда жоқ болады. Сол күні кеште бас кейіпкердің көршісін бір адам қару алып тонап кеткенін естиді. Ол дереу 191-ге телефон жалғаса, ешбір адам телефон көтермейді. Ал өкімет жақ ауру жағдайын мәлімдейтін арнайы телефон желісін ашады. Егер вирустан адам қайтыс болса, бірді басыңыз дейді. Осында жұқпалы аурудың жағдайы өте ауыр екені белгілі болды. Ауру бастағанның 29 күні. Осы күнге дейін вирус 26 миллион адамның жанын алып болды. Ал ғалымдар 56 рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін ақыры өнімді вакциналарды байқады. Қатты тебіреніп, тәуекелге бел буып, өз денесіне сынақ жасайды. Нәтижеде вакцинаның ақыры сәтті болғанын дәлелдейді. Дүниенің жер-жеріндегі құпия зауыттар күн-түніне жалғасып, вакцинаны өндіре бастайды. Межемен барлық вакцина 1 жыл ішінде жасалып, барлық адамдарға бөліп таратылады. Бірақ тағы бір мәселе бар. Бірінші топтағы вакцина жасалып болғаннан кейін алдымен кімге беріледі? Көзді ашып жұмғанша 133 күн өтті. Бірінші топтағы вакцина жасалып болып тарата бастайды. Әрине, мансаптылар ең ерте вакцинаға ие болады. Қалған көп санды вакциналарға келсек, халыққа жеребе тарту арқылы таратылады. Мысалы, бүгін 3-ші айдың 10-ы шықса, онда вакцинаны 3-ші айдың 10-ы толған адамдарға салынады. Келесі күні шыққан нөмерге туған күні сәйкес келсе, сол адамдарға вакцина салынады. Осылай ары қарай жалғаса береді. Тәлейсіз адамдар 360 күн тосады. Ұзақ тосу кейбір адамдарды ақылынан адастырды. Бір қыстақ тұрғыны Американың мансаптысын байлап, жоғарға 100-ден асқан вакцинамен алмастыруға келіседі. Соңында олар жалған вакциналарды қыстақтағыларға әкеп береді. Ал қыстақ тұрғындары өздері алданғанын ұқпайды. Мұндай былық-балықта барымталаумен алдау қайсысы ең арсыздық болатынын парықтау қиын. Вакцина бір-бірден халықтарға таратылып, жаман тілші де бірте-бірте сенімнен айырыла бастайды. Соңында полиция оны тұтқындайды. Оны тексеріп көрсе, бұл жолғы вирус оған мүлде жұқпаған. Форсития дәрісі вирусты жояды дегені өтірік болып шықты. Өкімет оған халыққа бұл дәрі ем болмайтынын, тезірек вакцинаны салдыруын айтқызады. Дәл осы күні бас кейіпкер телевизордан қызының туылған күніде кезегі шыққанын көреді. Бірақ оған әлі 144 күн бар. Қызының бір жақсы ұл досы бар. Оның бағы жанып, 3 күннен соң вакцина салатын болды. 3 күннен кейін костюм шалбармен бас кейіпкердің үйіне келеді. Ол қолындағы вакцина салған белгісін көрсетті. Екеуі вирус басталғаннан бері кездесе алмаған. Көріскеннен кейін бір-бірін құшақтасып билей бастайды. Бас кейіпкер күліп, оларды мазаламай, ішінен батасын беріп шығып кетті. Осымен фильмді аяқтады. Бұл вирус адамдарға қалай жұққан? Әсілі ең басында бір топырақ күреуші машинасы орманды бүлдіріп жатқанда, ормандағы жануарлар тіршілік ету ортасынан айырылғаннан кейін адамдар тұрған жерге ұшып барды. Жарғанаттың аузындағы жемісі шошқа қораға түсіп, шошқа оны жеп, жарғанаттың вирусын өзіне жұқтырып алады. Сосын шошқа етін ұстаған аспаздарға жұқты. Бас кейіпкердің әйелі іс сапарында жүргенде сол аспазшымен қол алысып вирусты жұқтырған.
Бұл ауру тарағанның бірінші күні. Бұл зұлымдықтың бастамасы жер түрту машинасында. Ал бұл машина бас кейіпкердің әйелінің компаниясыныкі. Бұл фильмдағы вақиға қазіргі жағдайға қатты ұқсайды. Қазіргі қоғамда өз мүддесі үшін ар-ұяттан безіп, зат бағасын өзі білгенше көтеріп, жалған нөсек-аян таратып, сабан астына су жүгірткендер бар. Ең соңында зардапты шегетін қарапайым халықтар. Алайда қатерге бас сұғып кірісіп, алдыңғы шепте жүрген ақ қалатты періштелермен қоғамның тыныштығын қорғап, шаршамай еңбек етіп жатқан намысты азаматтарымыз да жоқ емес. Сондықтан да біз оларға селбесіп, үйімізден шықпай отырғанымыздың өзі үлкен көмек болмақ. Құрметті каналдағы қонақтар, сіздердің қолдауларыңыз бізге маңызды. Егерде жақсы пікір, жаңа идеяларыңыз болса, міндетті түрде астыға жазып қалдырыңыз. Лайк басып, каналыма жазылыңыз. Сонымен қатар қоңырауды басып, жаңа видеомды бірінші болып көре аласыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.